Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы. Оқу мақсатымен танысыңыздар. Мағжан Жұмабай Бекенұлы Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Мағжанның атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен саудамен айналысқан, дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан жастайынан Абай өлеңдерін көп оқыды. Атақты ақын сөзі Алтын хәкім Абайға деген өлең жазды. 1910-13 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алды. Онда татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовпен дәріс алып, 1912 жылы Қазан қаласындағы Кәрімовтер баспасында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шықты. Садақ журналын шығаруға қатысады, оған өзінің өлеңдерін жариялады. Мағжан аударма ісімен айналысады, барлық өлеңдері мақалаларының шығуына тыйым салынады. 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Міне балалар, Мағжанның өміріне қысқаша тоқталдым. Өз беттерінше тағы да өмірімен, шығармашылығымен танысасыңдар. Бүгін біз Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасына тоқталамыз. Мағжан Жұмабаев, Батыр баян, бірінші тарау. Жүрегім, мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты ғой саналыға. Қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады да. Көкшеде күні кеше қойдай өрген түрлі аң, бөрі бұғы маралы да, айрылып асау ерке аңдарынан көкшенің тас жүрегі жаралы да. Арқада жер жетпейді бурабайға, бөлінген бұйрасыпсың қарағайға. Міне балалар, Батыр баян поэмасы автор өзінің ойын айта келіп, Көкшетаудың табиғатын суреттеп, Батыр баян поэмасының оқиғасына тоқталады. Бұл поэмада Баян батыр туралы айтылады. Абылай ханның өз заманында аса жоғары бағалаған батырының бірі Баян батыр. Ол орта жүздің уақ руынан шыққан әйгілі батыр. Ол туралы аңыз да ақиқат та көп. Сауданда мейірімді боп жылады, жел күңіреніп ерденесің құммен жауып. Әлденің толқындар-ау, әлі күнге айтады ерге жырау, ауық-ауық. Ерлерді ұмытса дел сел ұмытпас, ерлерді ұмытса дел жел ұмытпас. Ел үшін жаннан кешіп жауды қуған, ерлерді ұмытса дел шөл ұмытпас. Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан, ерлерді ұмытса дел жер ұмытпас. Арқаның селі желі көлі белау, ерлерді ұмытпас-ау, елді ұмытпас. Балалар, ерлердің батырлығы, ісі ешқашан ұмытылмайды екен. Мезгіл екен дәл таң алды, төзім қып албырт ноян күтпей таңды. Жүгіріп, жан ұшырып жаяу барып, жылқыдан екі жүйрік таңдап алды. Азырақ азық алып, қару жарақ, жүйрікке әсем абзал тұрман салды. Сөйтті де сарыарқамен есендесіп, екеуі ескен желдей кетіп қалды. Үзіндіні тыңдап отырсыздар. Ноян қалмақ қызымен кетіп қалады. Неліктен Ноян қалмақ қызының ұсынысын қабыл алады? Неліктен Батыр баян екі жасты өлімге қияды? Үйге тапсырма балалар. Поэманы аяғына дейін оқып, мазмұнын айтуға дайындаламыз. Және кітаптарыңыздағы 100-ші беттегі
бірінші, екінші тапсырмадағы сұрақтарға жауаптап береміз. Балалар, сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланысқа жазып өтіңдер. Назарларыңа рахмет.